елдің ішінде Назарбаевты көрмейміз ешқандай шарада. Бірақ жылдың соңында жылт етіп Кремльде отырады. Енді Нұрсұлтан Назарбаевтың кешегі енді Кремльге барғандығы, Путинмен кездескендігі қоғамда қызу талқыланып жатыр. Қараған шығарсыздар комментарийлерді. Бірде-бір позитивті күткен жоқ. Қазір геосаяси жағдайды біліп отырсыз. Одан кейін енді қоғамдағы көңіл күйді Назарбаевтың өзі де жақсы біліп отыр деп ойлаймын. Бұл не үшін барды? Пана іздеп барды ма? Жеке қаржы активтерін сақтап қалуға кепілдік сұрап барды ма? Жеке қауіпсіздік мәселесі ме? Ең қызығы біз бір жылдың ішінде жыл бойы елдің ішінде Назарбаевты көрмейміз ешқандай шарада. Бірақ жылдың соңында жылт етіп Кремльде отырады. Бір емес, екі емес, үш емес. Жылдағы жағдайымыз қайталанып жатыр. Бұл дегеніміз не? Бұл не болмаса қоғамдық мүддені елемеу, не болмаса маған бәрібір деген түсінік, не болмаса билікте ұзақ жыл отырып қалған адамның шындықтан алыстап кетуі, немесе мен әлі де маңызды адам деген ішкі сезім, бірақ бұл сигналдардың ешқайсысы біздің қоғамда қазір қабылданбайды. Сондықтан Назарбаев бұндай Ресейге барған сапарлары автомат түрде біздің қоғамда бұл жеке мүдде призмасы түрінен ғана қаралады. Бір елдік мәселемен бар дегенге ешкім сенбейді. Сондықтан өте бір ыңғайсыз көрінеді. Қасақанда істей ме? Әрбірден соң бұл қауіпсіздік мәселесі ғой. Мәселен біз депутаттар, министрлер болсын, ұлттық қауіпсіздік қызметкерлеріне дейін біз шетелге сапармен барсақ та, демалуға барсақ та, біз мына жерден сұранасың, қол қоясың. Өйткені бізде мемлекеттік құпияның біразын білеміз. Бұны айтылатыны бар, айтылмайтыны бар. Енді 30 жыл билікте отырған адам мемлекет құрылмасын қаншама құпияны біледі. Бұл қауіпсіздік мәселесі алаңдататын жағдай. Заңмен тыйым салу керек. Бұл мәселесі де енді былай қарасақ енді зейнетке шыққан адамда ешкім шатақ болмау керек дейміз. Енді ол бүкіл мемлекет құпияны білетін адам, сондықтан үлкен лауазымды қызметтерде болған. Сол бір рет адамдар тізім жасау керек шығар. Мүмкін олар үнемі бақылауда болу керек шығар. Қайда шығады, не мақсатпен қайда бара жатыр, ескертіп тұру керек шығар. Егер инициатива біз депутат ретінде көтере аламыз, заңгерлермен қазір әділет министрі мақұлдасу керек. Бұл заң жобасын дайындауға дайынбыз, бірақ екінші түрден халықаралық конвенцияда қалай қаралады екен бұл енді конституцияға қарсы жеке адамның бостандығына қол соғу деп қаралмайды ма екен. Сондықтан бұны таразылап салқын қанды келу керек секілді бұл нәрсеге.